Жашы уже каникул жақында каникул бола ма? Бағана подъезде бір қайта есікті тоғылдатып кетіп қашып кетіп жатыр. Кім деп ойлайсың? Ашам барып. Естідің ба? Тоғылдатып отыр. Қарсы қазір ашам ешкім жоқ болады. Көрейші кім? Бағанан бері достар тоғылдатып қашып кетіп жатыр ше. Ей, кім? Кім? Мынада кім болады? Ешкім жоқ, е? Қуама, жүр Арсан. Қайта достар тоғылдатып қашып кетіп отыр. Сол үшін камераны қостым да, короче. Болды, отырыңдар. Тағы да тоғылдатып отыр ма? Ашы бар жаш. Жынды ма? Жоқ па? Шығып көріп келейші тоқтар. Шығып көріп келейін. Мақта жоқ. Ей, тоқтасай, тұра сендер, тұра тұрыңдар, е? Осы жерде тұрыңдар мекен, түсіріп. Алаяқтар болса андай, бандиттер ма тағы. Ей, кім тоғылатып атқан? Ей, есік жабылды. Қаш! Есімде ашпай қоямыз есіктен де. Короче, давай, қазір кесе ұстап аламыз, кім болса да. Походу, андай не шығар? Әшін біреулер ойнап жүрген шығар, е? Вот қазір тоғылдатса, тоқтай тұр, берге. Дәл есіктің қасына тұрайық. Ұстап аламыз қазір, давай. Дайын тұр. Арыстан ғой. Даваш! Ей, сіз кімсіз? Сіз кімсіз? Сендер мені үйде қабап кеткен едіңдер ғой. Қашан? Ал енді жандарын шығарам енді. Қашан? Есімізде жоқ, кім бұл? Аяқ қолымды байлап, мені қабап кеткесіңдер сендер. Жандарын шығарам енді. Бұл ана бабаяға ғой, қаш! Тыл. Йом, алдындағы бабаяға қой жасымен тығылдар. Арыстан ұстап алмасын. Кән? Сен ұстап аламда. Арыстанға тиісіп атыр Арыстанға. Сенен балам боласың ба? Балам қылып әкет қалайын ба сені? Әкет қалам ба сені балам қылып? Достар, Балам Арыстанға бала боласың ба? тығыл. Тығыл отырыңдар сол жерде. Арыстан қашып кетті ау деймін. Аналар. Бізді іздеп жүр достар. Аналар. Тығыл түсіріп тұрмын. Қағылып қалды менен. Алдындағы достар бабаяға ғой, естеріңізде болса біз үйіне барып ұйықтатып кетіп қой. Жасмин есіңде ма? Тамекош, сен көрмегесің, е? Жоқ, ар жақты іздеп жүр. Апаның ше құлағы жай естиді ол апаның достар. Тақта жүр. Аналардың үйлері менікіне қарағанда әдемі екен. Залда жүр достар. Тығыл. Бізге кірсе не істейміз? Көрінбейтін шығармыз, е? Бұлар. Достар, алдындағы бабаяға. Мынандай шкафтар бар екен. Тығылып қалыптылар менен. Мынандай сумкалар бар екен. Не деген әдемі сумкалар. Маманың заттарын ұрлап кетейін деп отыр жаш. Кетейін ба мен? Тығыл. Тағы нелері бар? Іздеп көрейік. Үйлерінде күшті Қазір аняға кетіп қалса ше, менде бір план бар. Жат. Менде план бар. Аняға кетіп қалса, айтам. Қақта тығылып қалды. Арыстанға Ей тиіспейді. бала, бер кел, мен сені әкетемін. Ар жаққа кетіп қалды. Менде план бар, жаш, шығыңдар. Шықсай. Давай бұл бабуляны ше, бабаяганы достасамыз ба, не істейміз? Есік жай жауып қоям. Ар жаққа кет. Арыстандап кеш, жүгір, арыстандап кеш, мені келе. Ал, Арыстан. Бер жаққа. Ұстап отыр. Есік жам. Ойбай, есік ручкасы. Алло. Кіммен сөйлесіп отыр? Ей, ұстамадың ба Арыстан? Алло. Мә, жашу. Не полез демейді ғой телефондары. Арыстан жіберіп қойдым. Тұр. Топты бере тұр. Аняға кетіп қалсын. Арыстан, бер кел, Арыстан, бер кел. Қақтан шығып жатыр ғой дауыстары, қақтан шығып жатыр. Әлі іздеп жүр. Берге менде план бар. Жаш. Давай оған ше, апаға ше. Достасамыз, давай. Күле береміз ба? Апа, біз сізді негізі жақсы көреміз, ренжімеңізші деп достасамыз да. Айтпесем бұл апа ше, бізге тағы да бірдеңе жегізіп, шашымыз өсіп кетсе ше.
Алдында есіңде ма? Нұрдәулет пен Әділеттің шашы өсіп кетіп еді ғой. Сондай бірдеңе берсе. Әділет тақырбас болып кеткен. Әділет тақырбас. Нұрдәулеттің шашы өсіп кеткен тұғын. Тоқта. Арыстанға тиісіп отқан жоқ па? Міне Арыстан отыр ғой. Апа! Апа, қақтасыз? Апа, тоқтаңыз. Тоқтаңыз, біз сізге негіз жамандық ойламаған едік қой. Сіз өзіңіз сол кезде бізді не қылдыңыз ғой? Алма беріп, Нұрдәулеттің шашын өсіріп жібердіңіз, Әділеттің шашын тақырбас қылып жібердіңіз ғой. Өзіңіз бастадыңыз ғой. Я нечаянно. Мына сумкаларды беріңіз, бұл менің әйелімдікі. Жоқ, маған қалды бұл сумкалар. Мен алып кетем. Мен сізге басқа нәрсе берем. Жоқ, маған қалды маған бересіңдер бұны. Не істейміз? Ана! Сосын баланы алып қалды маған. Жоқ, баланы бермейміз баланы. Керек о баланы. Ұстандар жаш бермеңдер. Осындай бауырмал болыңдар, бермеңдер. Апа, ол болмайды ғой ондай. Біреудің үйіне кіріп баласын алып кетуге болмайды. Жоқ, ана бала қаптымақ қалды маған. Жоқ, анеха алып кет. Балаға алып кетем мен. Анеха тықып қой, анеха. Апа, біз сізбенше достастығымыз келіп тұр. Біз сізді ренжіткім келмеген еді негізінде. Өзіңіз ғой бастаған. Ренжімеңізші бізге. Соқтан үйіңізден осы жаққа келдіңіз ба сонда? Бізді іздеп. Сыпырғымен ұшып келдім мен бала. Сыпырғымен баба-ягалар сыпырғымен ұшады екен ғой айтпақшы. Сыпырғымен ұшып келдім мен. Йо-май, апа кешіріңізші енді бізді. Кешіресіз бе, кешірмейсіз бе? Тағы да жейтін бірдеңе беріп қалмаңызшы бізге бірақ. Менің жыныма тие бермеңдер сендер. Болды, Жасмин жібере сал, болды. Апа ше, қазір достасамызса деген кезде достасам деді, оған ше, давай апаға гүл береміз ба? Заказ беріп, гүл беріп. Сосын апа бізге болды ренжімеңізші, сізге негізі жамандық ойламағанбыз деп айтамыз, Тамирис қайда? Тамикош қайда? Тамикош. Мына бұлысына жесе. Ей! Жемесі жында шашың сақалың өсіп кетті әні. Не берді саған, чупа-чупс па? Жеме жында бұл апа. Апа не ақсыз, қайтадан алдыңғы неңізді, сиқырыңызды жасағасыз болмайды ғой бұл. Кішкенде бөпен сақал мұрты өсіп кетті қараңыз. Ой, бұл гномиктер сияқты болып қалды. Тамикан бері қараш. Тұрышқан. Айттым енді жемеңізді. Енді бұны қайтадан адам қылыңыз шашын. Менде тағы да чупа-чупс бар. Если осы қайтадан жесе, қайтадан адам болып кетеді. Адам болып кете ма? Точно ма? Йо-май. Арыстан жеп қоймасыншы әйтеуір. Қарсаңыздаршы достар не болып кеткен. Ой, бұл шаш өсіп. Не болды мынау? Анау гномдар сияқты, хоббиттар сияқты болып қалдың ғой. Не айттым саған жеме. Бұл не үшін жеді білесің бе? Өткенде біз барған кезде үйге Тамикош жоқ еді ғой, ол білмейді шаш өсетінін. Апа сізде бекер бердіңіз ғой бұл қызға. Жесе қайтадан нормальный болады. Сіз айттыңыз ғой достасайық деген кезде достасам дедіңіз ғой бағана. Енді мен ұмытып кеттім ғой. Ой, бұл бар гүлді. Кемпірмін ғой, мен ұмытып кетемін ғой мен. Сізге гүл береміз апа біз. Дос сол кезде шашын ал неғып беріп дұрыстап бересіз ба, гүл берсек болды қазір. Сіз онда чупа-чупс беріп беріңіз, біз гүл әкелеміз, жүр. Гүл. Пока ол шашын чупа-чупс жеп дұрыстай берсін, Ана бізде гүл бар, алып кел. Апаға береміз. Сол кезде апа бізден үйден енді келмейтін болады. Давай ал. Давай. Біздің үйге енді келмейтін болады, и тиіспейтін болады сонда. Аңдамайды да бізді. Жоқ, гүлді ғана алсай. Гүлді ғана ал, сөйтіп. Апаға береміз. Как раз мамаға берген гүл ғой. Апаға бере саламыз да, и ол ырза болып қалады. Жүр. О, Тамикош! Қайттан күшті болды ма? Шашын қара, айнаға қарасай. Енді ол апа ше бірдеңе берсе жеме мақма. Өйткені шашың өсіп кетеді. Тағы бірдеңе жесең тақырбас болып кетуі мүмкін болды. Жеме. Апа, сізге гүл. Біз сізден кешірім сұрайын деп осыны бергіміз келді. Маған өмірінде ешкім бұндай гүл сыйлап көрмеген. Күйеуіңіз ше бермеген ба? Мен күйеуім жоқ қой. Ой, бұл сіз өзіңіз әрдеңе жегізіп өлтіріп болған шығарсыз. Алма, осыны шашын өсіріп. Мен өмір бақи жалғыз болып өмір сүрген ғой мен. Сіздің атыңыз негізі кім? Баба-яга ма? Неғып Баба-яга атыңыз жоқ па сонда? Мен бәрі сөйтіп мені Баба-яга дейді. Өзіңіз ғой енді әркімге тиісіп кішкентай балалардың шашын өсіріп, мына Тамикош жаңа көрінбашы жемеші дегенді мақма. Болдан чупа-чупс аласашы, тағы да шашын тақырбас болып кетсе алдында. Баба-яга деп ешкім жақтырмайды. Ой, апа болды. Апа, мына гүлді қарсаңызшы, сізбен әдемі жарасып тұр. Болды, енді бізді мазамызды алмай үйіңізге кетесіз бе өзіңіздің? Біздің балашағы қорқып жатырдан қарсаңызшы. Қорқып жатыр десем, тоңғайып отыр екен. Мақұл. Мына сумкаларды алып қалайық, бұл менің келіншегімді кет, сізге гүл береміз. Бересеңіз. Мақұл, бір сумка алсын ғана таңдамаңыз, қайсысын аласыз? Қайсы? Сіздің неңізге подсвет кетеді екен, Болды, осы гүлді алыңыз да үйіңізге қайтыңыз, Біздің балашаға уже қорқып жатыр, Жарайды, мақұл.
Жо достар, баба егемен достасып болдық. Күшті болды ғой. Жақсы болды. Апа, енді кемеңіз бұл үйге. Енді кемеңіз осы гүлді алыңыз да. Тағы да мен нервіме тиіп, бұзықшылық жасасаңдар келем. Мақұл, өзіңіз алдында бастағаннан кейін енді өзіңіз ғой. Сосын сізді ұқтатып кеттік қой. Жақсы, апа. Енді кемеңіз бұл үйді, бұл адресті ұмытыңыз, Болды, енді бізге тиіспейсіз қой, Болды, апа кетті достар. Ырзағы жібердік апаны. Сол есікпен түсесіз қой. Ұшатын сыпырғыңыз ба? Білмеймін, көрмеген ол астындағы этажда шығар. Кәме көш, кір үйге, кір. Сен әкетіп қалады деп сен кір. Жақсы, апа. Пока. Болды, кіріңдер. Ё-ма, Жаша. Баба ағамен достасып алды. Гүл бер жердік. Енді біздің мазамыз дамайды. Жақсы болды ғой. Сен де қуасың да әрдеңе баба ағадан жей бермесе ондай. Алдыңғы біздің видеоны көрмегесің, міне. Біреудің қолынан ештеңе жеуге болмайды, біреудің үйіне кіруге болмайды. Түсінің ба? Біреу бабайға шағырса, келесі белу, үйлерінде ұлттыр деп айтты. Үйге кір біздің, әрдеңе берем, жейсің ба десе кірмеу керек, түсінің ба? Көрмесін, жаңа жебең шашың сақалың өсіп кетті. Тина кіріп жүр, любой жеуреміз. Ештеңе жеуге болмайды, Достар, біз баба ағамен достастық. Осымен баба ағаның 3-ші часть видеосы бітті, достар. Сіздерге ұнаса лайк, коммент басыңыздар, және де подписаться етуді ұмытпаңыздар. Менің ойымша енді баба аға бізге келмейде болды, Бізге мазамыз амайтын шығар енді. Жақсы болды ғой. Баба аға, пока. Сіз енді бізге келмеңіз, жарайды ма? Достар, олай істемеңіздер. Болды, пока деймдер. Пока. Баба ағамен жақсы болды, құтылғанымызға,